Көктем келіп, күн жылығалы еріген қарасындағы қоқыста жердің бетіне шыға бастады. Қоршаған ортаға жүрдім бардым қарайтын жастардың да шашып төгіп кете беретініне куә болдық. Ең сорақысы солардың тастап кеткенін жасы 50-ге келген жандар тазалауға мәжбүр. Тазалық территориямыз ол, жүрміз, осы тазалық істейміз. Осы Алматының адамдары ғой, халық осы тазалықты етпейді, мұсыр тастайды, қалай осы солай. Жазда бәрі шығады мұсырлар. Соны біз тазалаймыз. Балапан ұяда не көрсе ұшқанда соны лет демекші. Бала отбасында не көрсе көпшілік ортада да дәл сол әрекетті жасайды. Ерлан Ғаниұлының айтуынша балаңызға ақыл айтпас бұрын әуелі өз ісіңізді дұрыстағаныңыз абзал. Әке шешесі баласына тәрбие беру үшін ең бірінші мен ойымша өзінен бастау керек сияқты. Жолда келе жатқан кезде машинамен көбісі темекісін лақтырып атады. Оның өзінде көрген бала, значит сол дұрыс екен деп ойлап, ол да соны қайталайтын. Сондықтан әрқайсымыз өзімізден бастауымыз керек, потом балаға соның барын үйретуіміз керек. Қазір қалада тазалық жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Мәселен, Алатау ауданы әкімдігі сәуірге дейін әр апта сайын сенбілік өткізуді жоспарлап қойған. Жалпы апта сайын Алатау ауданында сенбілік өткізуді жөн көрдік. Сонда іс-шараны бастап кеттік. Бүгінгі сенбілікке 48 арнайы техника, 500-де жуық адам жұмылдырылып, 7 мердігер мекеменің күшімен атқарылып жатқан іс-шара. Тазалыққа жауапты мамандар болмаса, қазіргі қала келбетінің қандай боларын елестетудің өзі қорқынышты. Тәрбие тал бесіктен, ал тазалық табалдырықтан екенін ұмытпағаныңыз жөн. Таза қаланың тұрғыны болғыңыз келсе, мамандарға ғана жауапкершілікті жүктей бермей, барлығын өзіңізден бастаңыз.